Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Толғанай. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жасалу жолы оңай және тез дайын болатын фанта сусынынан пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге таза әрі құрғақ ыдысымыз қажет болады. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және 1 пиала қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қантымыз еріген соң, үстіне жарты пиала сұйық майымызды және 1,5 пиала фанта сусынын құйып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып, сұйық массамыздың үстіне ақырындап бөле отырып салып араластыратын боламыз. Біздің массамыз қатты сұйық, қатты қою да болмауы керек. Біздің массамыздың қоюлығы осылай болып шығуы қажет. Енді дайын болған массамызды формамызға құйып, алдын ала қыздырылған пешімізге салып пісіріп аламыз. Менде форманың диаметрі 24. Міне, менде пирог осылай шықты. Пирог өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы өте қарапайым және тез дайын болады. Міне достар, егер сізге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын.